ана өзінің келініне қызы сияқты қараса, өмір қалай болар еді? Өзінің қызы ұқсатып, және ашып, сәл ауырса, жоқ жата ғой. Бұл келіндердің қараңызшы, өзіміз ауру боламыз ғой, шындап келген кезде ше. Неге жатыр анау? Сәл ауырып енді мазасыздан жатып қалса кейбір кезде неге жатыр ол? Ол ана болды, робот. Біз жаңағы робот алған сияқтымыз, ол жұмыс істеу керек, ол жүру керек, ол тұрмау керек, ол ауырса да жатпау керек, ол аузына дәріні тығу керек та, бұл бірден жазыла беру керек деген сияқты да. Дәл қызыңызға сондай істейтін бе едіңіз? Қызыңыз ауырса, ойбай, қызым жата ғой, қимылдама сен. Келініңізге дәл солай қарасаңыз, қандай келініңіздің сізге деген махаббат, сізге қандай қызмет қылар еді? Керісінше, келіндер тілдері 2 метр болып зыр-зыр етпейше, енесінің алдында. Ене деген сөздің өзі қараңыз, ене емес, енең саған анаң сияқты.